Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Айдархан Азамат. Мен бүгін тарихтан митерим сұрақтарына жауап беретін боламын. Митерим тақырыбы қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері. Бүгін мен сіздерге қазақ мемлекетінің дәстүрлері тақырыбында баяндама жасағым келеді. Қазақ халқының мемлекеттілігі бұл мыңдаған жылдарға созылған ұзақ тарихи жол. Ол ежелгі тайпалар мен ұлыстардың орта ғасырлардағы мемлекеттерде бастау алады. Қазақ елі әр дәуірде түрлі саяси өзгерістерді бастан кешірсе де, мемлекеттік идеясы мен ұлттық бірлік дәстүрлері ешқашан үзілген емес. Мемлекеттілік бұл билік жүйесі емес. Ол халықтың жерге деген сүйіспеншілігі, елдің бірлігі, дәстүр мен мәдениетті сақтау, ұрпаққа мұра қалдыру. Сондықтан мен өз сөзінде қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына әсер еткен негізгі кезеңдерге, оның дәстүрлеріне және тарихи сабақтастығын айта өтейін. Бірінші бөлім ол бізде қазақ хандығының құрылуы және құрылуынан дейінгі. Бірінші бөлім бізде қазақ хандығының құрылуына дейінгі мемлекеттер мен олардың рөлі. Қазақ хандығының құрылуы кездейсоқ құбылыс емес. Оның артында мыңдаған жылдық тәжірибе мен тарихи сабақтастық жатыр. Біздің жеріміз Еуразияның орталығында орналасқан кең байтақ аймақ. Бұл жерде ежелден түрлі тайпалар мен халықтар өмір сүріп өз мемлекеттерін құрған. Олардың ішінде ғұндар, сақтар, үйсіндер, қаңлылар, кейінірек түріктер, қарлұқтар, қыпшақтар, қарахандар, оғыздар, наймандар, керейттер және алтын орда мемлекеті бар. Мысалы, сақтар туралы айтатын болсақ, ол біздің заманымызға дейінгі 7 және 3 ғасырлар аралығында болған алғашқы ұйымдасқан мемлекеттік құрылымдардың бірі болды. Олардың билеушісі Томирис патшайым елін қорғау үшін парсы патшасы Кермен соғысып, ерлік көрсеткен. Ал ғұндар туралы айтатын болса, ол біздің заманымызға дейінгі 3 және 5 ғасырларда болған. Ғұндар кезінде Еуразияда қуатты әскери империя құрылды. Атилла бастаған ғұндар өз дәуірінде үлкен саяси күшке айналды. Ғұндарда жерге елгету, әскери тәртіп, халық кеңесі сияқты басқару дәстүрлері қалыптасты. Бұл кейінгі түркі мен қазақ мемлекеттеріне әсер етті. Келесі кезең ол бізде түрік қағанаты. Түрік қағанаты 6-8 ғасырларда болған. Бұл мемлекет кезінде түркі халықтары бір тудың астында бірікті. Орхан Енисей жазбаларында ел болу, бірлік сақтау туралы ойлар жазылған. Бұл жазбалар мемлекеттілік дәстүрінің рухани негізін көрсетеді. Қарахан мемлекеті 10-12 ғасырлардың кезінде ислам діні таралып, мәдениет дамыды, жазу, әдебиет қалыптасты. Ал енді Қыпшақ хандығы туралы айтатын болса, ол бізде 11 және 13 ғасырлар аралығында болды. Қыпшақ хандығы дала дипломатиясының әскери құрылымының дамуына жол ашты. Енді соңында Алтын Орда туралы айтсақ. Алтын Орда 13-15 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Алтын Орда дәуірінде мемлекетті басқару жүйесі, заң, салық, дипломатия сияқты салалар жетілдірілді. Міне осындай мемлекеттердің тәжірибесі қазақ хандығының құрылуына тікелей алғышарт болды.
олардың барлығы қазақ халқының этникалық, саяси және мәдени қалыптасуына әсер етті. Енді екінші бөлім бұл бізде қазақ хандығының құрылуы және дамуы. Қазақ хандығы 15 ғасырдың ортасында құрылды, 1465 жылы. Бұл қазақ халқының тарихындағы ұлы бетбұрыс кезең. 1465-66 жылдары Керей мен Жәнібек сұлтандар Шу, Талас өзендерінің бойында өз мемлекетін құрды. Олар Әбілхайыр ханның билігіне назары болған ру тайпаларды біріктіріп, тәуелсіз хандықтың негізін қалады. Қазақ хандығының құрылуы бұл қазақ халқының саяси және этникалық бірігуіне нақты дәлел бола алды. Қазақ хандығының басты мақсаты елдің бірлігін сақтау, жер тұтастығын қорғау және халықтың тәуелсіздігін нығайту еді. Қазақ хандығының дамуы бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол Қасым хан. 1511-1523 жылдар аралығында тақта отырған. 1511-1523 жылдар тұсында Қасым хан тұсында хандықтың шекарасы кеңейіп, қазақ хандығы ең қуатты мемлекеттердің біріне айналды. Ол Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар жинағын енгізді. Екінші Есім хан. Есім хан бізде 1598-1628 жылдар аралығында билікте отырды. Есім хан ел ішіндегі тәртіп пен тұрақтылықты орнатты. Оның есімдері Есім ханның ескі жолы деп аталады. Оның заңдары Есім ханның ескі жолы деп аталады. Енді Тәуке хан. Тәуке хан 1680-1718 жылдар аралығында билікте отырған. Тәуке хан билік құрған тұста қазақ хандығының саяси жүйесі мен құқықтық тәртібі күшейді. Ол 7 жарғы заңдар жинағын қабылдады. Бұл заңдар мемлекетті басқару дәстүрінің айғағы, яғни қазақтарда жазбаша емес, бірақ нақты заңдық жүйе, хан кеңесі, билер институты болған. Тәуке ханның тұсында 300-дің билері Төле би, Қазбек би, Әйтеке би ел бірлігі мен әділдіктің символы болды. Енді үшінші бөлім жайлы айта өтсек. Үшінші бөлім ол бізде қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыру кезеңдері. 20 ғасырдың басында қазақ халқы отаршылық пен саяси қысымға қарамастан ұлттық мемлекеттікті қайта жаңғыртуға талпынды. 1917 жылы желтоқсанда Орынбор қаласында Алаш автономиясы жарияланды. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Жақып Ақбаев сияқты ұлт зиялылары Алашорда үкіметін құрды. Алаш қозғалысы қазақ халқының азаттыққа, теңдікке, білім мен өркениет ұмтылысын көрсетті. Бұл заманауи қазақ мемлекеттілігінің бастамасы еді. Алайда кеңес билігінің орнауымен Алаш үкіметі таратылды. 1920 жылы Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы, яғни Қазақ АКСР құрылды. Бұл кеңестік жүйедегі ұлттық автономияның бір түрі болды. 1936 жылы Қазақ АКСР одақтас республика болып қайта құрылып, Қазақ кеңестік социалистік республикасы, яғни Қазақ КСР деп аталды.
Бұл кезеңде өнеркәсіп, мәдениет, ғылым, білім дамыды. Бірақ сонымен қатар саяси қуғын-сүргін, ашаршылық сияқты ауыр кезеңдер де болды. Бірақ енді қазақ халқының мемлекеттік идеясы, ұлттық сана сезімі осы қиын кезеңдерде жоғалмады. Енді төртінші бөлім ол бізде КСРО-ның ыдырауы және тәуелсіз Қазақстан. 1991 жылы, яғни тәуелсіздік алған жылы, Кеңес одағы ыдырап, 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі жарияланды. Бұл ғасырлар бойы армандаған ұлт азаттығының жүзеге асқан күні еді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елдің тұңғыш президенті болып сайланды. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан халықаралық қатынастарда өз орнын алды. Экономикалық реформалар жүргізілді. Ұлттық мәдениет жаңғырды. 1993 жылы алғаш конституция қабылданып, осы өзіміздің КБТУ университетінде, яғни кезінде осы өкімет болған деп айтылады. 1993 жылы алғаш конституция қабылданды. 1995 жылы жаңа конституция бекітілді. Мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба және әнұран бекітіліп, елдің бірлігі мен егемендігін айқындады. Астана қаласы жаңа елорда ретінде бой көтеріп, мемлекеттің заманауи символына айналды. Тәуелсіз Қазақстан ежелгі дәстүр мен заманауи дамудың үйлескен бейнесі. Енді қорытындылай келетін болсақ, қорыта айтқанда, қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері бұл ұлттың тарихы, рухы мен бірлігінің көрінісі. Ол ежелгі сақтар мен ұғымдардан басталып, түрік қағанаты мен алтын орда арқылы дамып, қазақ хандығы кезінде күшейді. Ал алаш қозғалысы мен тәуелсіз Қазақстан кезеңінде қайта жаңғырды. Біздің бүгінгі егемен еліміз сол мыңжылдық мемлекеттілік дәстүрінің заңды жалғасы. Ол дәстүрлердің негізі әділдік, еркіндік, ел бірлігі және жерге деген құрмет. Біз жастар осы тарихи мұраны сақтауымыз керек. Себебі тарихын ұмытқан халықтың болашағы болмайды. Ал өз тарихын құрметтемеген ел мәңгілік ел бола алмайды. Ал өз тарихын құрметтеген ел ғана мәңгілік болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің есімім Айдархан Азамат Бақытжанұлы болады. Осы ШИТИ факультетінде ИС мамандығында 2-ші курс студенті болып саналамын. Видеоны соңына дейін көріп, маған назарларыңызды бөлгендеріңізге өте көп рахмет. Қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.